Біздер кейде сол кәсіпке сеніп қаламыз. Тауып атқан табысыңды есептеп қаласың да, мына екі баланы баға алмай атқан кезде үшінші баланы не істеймін мен? Ертең оның садигі бар, арада мектебі бар деген секілді есептеп кетесіз. Дәл осындай есепті бұл шайтаннан болады. Баланы беретін Алла, сол баланың ризығын беретін де Алла, сені де берген Алла, сені ризықтандырып жатқан да Алла. Егер 10 балаң болса да оны беретін Алла, сол 10 баланың ризығын беретін де Алла болады. Кейде біздер сөйтіп ауыр сөйлеп қоямыз, бір аспан тіреп тұрғандай. Бағып атырып қой бәрін, қарап атырып қой деген секілді. Осы айту дұрыс емес. Саған да қарап атқан Алла, сенің балаларыңа да қарап атқан Алла. Демек, кедей екенінен қорықпастан, бала шағасын санын көбейтіп, соларға бас көз болып, Алланың бірлігін танытып, осылай өткен пақыр кедей болса да, сол адам жәннаттың адамы дейді. Кім айтып жатыр бұны? Омар ибн Хаттабтың сөзі. Дәл осы сөздерге иман келтірген біздің ата-бабаларымыз әуелгі кезеңдерде деп айтатын болдық қой, қазір керек. Әуелгі кезеңдерде әрбір отбасыда кемінде 10 баладан болған, 9 баладан, сондай болатын болған. Кемі ол. Бірақ кейінгі кезеңдерде біз қарап отырсақ, жалпы отбасыларда қазір 2, 3, ең көбі 4, төртеуді де көп балалы деген неге шығарды ғой? Көп балалыға жатады, 4 баласы бар адамдар. Дұрыс жұмыс істеу керек, балаларды ризығын іздеуге жұмыс істеу керек. Бірақ оны жеткізетін кім? Алла. Яғни бұл жерде тәуекел Аллаға болып тұрған кедей адам мынау. Ол адамнан қорқатқан жоқ. Бұл біріншісі. Екіншісі валмар'ату ради'анха заужуха. Екіншісі күйеуі разы болған әйел адам дейді. Жәннаттың адамы сол кісі дейді. Көзімізге қазір жәннаттың несі перделерін көрінбей тұр, әттеңе әйтпесе, нағыз көрініп тұрған адам сол дейді. Күйеуі разы болған кім? Әйелі дейді. Әйел адам, бауырлар, сол өзінің адал жарына адал болу керек, және оның итаат етуі, бүткіл амалдары сол күйеуінің айтқанымен болу керек. Олардың Алла Тағала жәннатқа разы болады, оларды егер күйеуі разы болса. Сол үшін қыз балаларды тәрбиелеу, бауырлар, ол өте үлкен жауапкершілік. Хадисте именно қыз балалар туралы көп хадистер келген. Пайғамбар айтады, кімнің 3 қызы болса дейді, осындай хадистер бар. Ол үшеуінде имандылықпен тәрбиелеп, сөйтіп бір текті жерге ұзататын болса, ол қыздардың ата-анасына жәннаттың есіктері ашық тұрады деп пайғамбар айтады. Кейін бір сахаба отырып, я Расулалла, егер 2 қызы болса ше деп сұрайды. 2 қызы болса да сондай деді. Егер біреудің 1 қызы болса ше деп сұрағанымызда пайғамбар иә деп жауап беретінбіз жүзінен көріп тұрған еді дейді. Сахабалар айтады. Екінші бір хадисте пайғамбар айтады, Алла Тағала пендесін қыз бала беріп сынайтын болса деп келеді хадис. Демек қыз бала сынақ екен, сыналып жатыр екенсіз. Қыз бала берсе Алла Тағала сол арқылы бізді сынайды екен. Сол қыз баланың тәрбиелеп, өсіріп, мәпелеп, Алланы танытып, имандылықпен сөйтіп текті жерге ұзататын болса, онда Алла Тағала ол адамға разы болады екен, оның бүткіл қиыншылықтарын жеңілдік қояды деген мағынада хадистер бар. Дәл осындай хадистер бірнеше жүретін, осындай келетін хадистер бар қыз балаларға қатысты. Ғұламалар соны хадистер жинай келе қорытындылап, ұл балаға қарағанда қыз баланың тәрбиесі қиын дейді. Қыз бала. Сол қыз баланы имандылықпен тәрбиелеп, болашақ жарың сенің, болашақ жарың, соның қызметін жасап өтетін болсаң, мен саған разымын деп ата-анасы солай тәрбиелейтін болса, ол қыз бала еш қайдан естемейді, айырылысу денесе болмайды. Айырылысу, басқа ұрыс, жанжал ондай болмайды. Сол үшін балаларымыз бар, қыздарымыз бар. Сол қыздарымызды тәрбиелейтін болсақ, сол қыздарымыз бізге жәннат алып келеді Құдай қаласа. Балаларды ата-анасына шафағат ету деген бар. Шафағат ету. Демек, әйел адамның күйеуіне итаат етіп, оның разылығын алатын болса, сол күйеуі өмірден өтер сәтте әйеліне разы болып кетсе, Алла Тағала ол әйелге разы болып, ол адам жәннатқа барады деді. Бұл екіншісі.
Үшіншісі вал мутасаддиқату бимахриха ала заужиха. Үшіншісі сол әйел адам күйеуіне көмектесіп, тіпті күйеуі қиналып қалған кезде оған берілген мәһрді күйеуіне садақаға жіберетін әйел дейді. Түсінікті болды ма? Күйеуі, ер адам бірде болады, бірде болмай қалады ғой енді. Әрдайым бола береді деген сөз жоқ, ондай қағида жоқ. Әрдайым сен жолың бола береді деген қағида жоқ. Кейде жетпей қалады, жеткізе алмай қалады. Сол кезде соны көрген әйелі оған мәһрге берілген да, мәһр берілген. Мәһрді оны ала қаласа, мына фиқ сабағын бастадық, сол неке бабына келген кезде өтетін боламыз. Мәһр деген қыз балаға берілетін сыйлық. Оны өтеміз, мөлшері қандай болады, не нәрсе болу керек. Сол күйеуіне жаны ашып, сол мәһрін күйеуіне садақа қылады әйелі, бере салады соны. Осын сатыңызда, осын пайдаланыңызшы, осын уайымдамаңыз деген секілді. Сол әйел адам жәннаттың әйелі дейді, адам дейді. Омар айтып жатыр. Кейде оны түсінбеген кейбір әйелдер, сенің міндетің ол, сенің проблемаң, мен қатысым жоқ, бердің ба, енді сұрама оны сен. Әрине оның хаққысы, оның мәһрін беру шарт емес әйелі. Бірақ бұл жерде не жайында жүріп жатыр? Мейірімділік жайында. Демек, өзінің күйеуіне жаны ашып, мейірімділік қылып жатқан әйелді айтып жатыр. Сол әйел адам жәннатқа лайық адам дейді. Төртіншісі, ата-анасы разы болған балалар дейді. Жәннаттың балалары. Балалар, Аллаға шүкір, ата-аналарымыз бар. Сол ата-аналарымыздың қызметін жасап, біздер олардың дұғасын алу керек. Сол ата-аналарымыз бізден разы болса, Алла бізден разы болады екен. Ата-ананы ренжітуге болмайды, бауырлар. Ол өткен дәрісте біз бапта айтқан болатынбыз. Әкеге қарап, анаңа қарап, ондай ауыр сөз айтып, көңілін қалдыру былай тұрсын, уф деп айтуға болмайды. Құранда аят бар. Ата-аналарың екеуі де, екеуін біреуі қартайған шаққа жетсе, сендердің жандарыңда, олар сөйлеп атқан кезде уф деп ауыздарынан ауа шығарып кейіс білдірмейсіңдер. Бәлкім оларға жұмсақ сөйлеп, оларға мейірімділікті танытасыңдар деп аятта осындай Алла Тағала бізге ескертпе аяттары бар. Сол ата-ананың қызметін жасаған кезде ата-ана балаларына разы болады. Алла, мен осы балаларыма разымын, сен соларға разы болшы деп ата-ана дұға қылады. Ата-анамыздың дұғасын алсақ, бауырлар, бізден бақытты адам жоқ. Жәннаттың тіке балалары, адамдары сол ата-анасын разылығын алған балалар дейді. Міне сол үшін ата-анамызды шамамыз келгенше қызметін жасауымыз керек екен. Тірі кезінде аялау керек. Өмірден өтіп кеткендері болса, олардың аттарынан көп ихсан жасау керек. Олардың атынан умра қажылық жасау керек. Сол марқұмдардың атынан көп тилауат жасау керек. Сол арқылы сол марқұмдардың разылығын аласыз. Сол ата-анаңның туыстарымен қарым-қатынасты да үзбеу керек. Сол арқылы разылық алады. Ол жайында Пайғамбар айтады. Бір кісінің тәубасы қабыл болу жайында сұраған кезде, анасы тірі ме десе, қайтыс болып кеткен дейді. Анасының немесе әкесінің туыстары бар ма дейді. Бар. Айт, оларға барып, солармен жақсы мәміледе болсын дейді. Сол кезде ата-анасы ол балаға разы болады екен. Бесіншісі, күнәсіне тәуба қылған адамдар жәннаттың адамдар дейді. Не істеген адамдар? Күнә қате жасап қою ол пендешілігіміз. Пендеміз бәріміз. Сол күнәнің артынша тәуба қылу деген нәрсе бар. Тәубаның есіктері ашық тұр. Қияметке шейін есік ашық тұрады. Алла Тәуабур Рахим деген есім бар. Тәубаны қабыл етуші деген Алланың есімі бар. Тәуба ететін болсақ, Алла қабыл етеді. Сол тәубамызды айтып жүріп, әрдайым тәубамызбен өтетін болсақ, Омар айтып жатыр, ол жәннаттың адамы екен сол кісі дейді. Неге? Әрдайым тәубасына келіп жүрген адам.